Ассалаумалейкум, жақында мен Барселона қаласы туралы влог видеосын шығарған болатынмын. Онда жалпы қала туралы және де онда қандай қызықтарды көргенім туралы видео болды. Егер өткізіп алсаңыз міндетті түрде көруге шақырамын, сілтемесін сипаттамада қалдырамын. Және сол видеода 520 алмазды мына балауытты барлықтарымыз құттықтаймыз және де бүгінде сіздерге 520 алмаз ойнатамын. Бірақ та бүгінгі видео барысында рандомды түрде 3 жерде 3 сөзді жасыратын боламын. Кім бірінші оларды дұрыс тауып комментарияға бірінші болып жазады, соған 520 алмаз бұйыратын болады. Сіздерге кішкентай подсказка, ол сөздерді қызыл түспен жазып кетемін. Сәттілік. Сөйтіп, бұдан бұрын шыққан видеода сіздер Барселона қаласының қаншалықты әдемі әрі архитектуралық ғимараттар мен керемет жерлерді тамашалап едіңіз. Бұнда мені Honor компаниясы қонақ ретінде шақырған туралы айтқан болатын. Сонымен қатар бізге бөлек презентация өткізіп, серіктестермен бірге жалпы компания стратегиясымен бөліскен еді. Сонымен келесі күні Honor компаниясы әр ел түпкірінен жиналған техноблогерлер мен журналистерді Барселона қаласының меніңше ең зәулім отельдерінің бірі Grand Meliá қонақ үйіне жинап алып, ол жерде Honor'дың бастығы, яғни CEO-сына қызықтырған көкейкесті сұрақтар қойылып, глобалды пресс-конференциясын өткізген болатын. Жалпы Барселона, Каталония қаласы әлемге тек әйгілі өзінің Барса футбол командасы, Camp Nou стадионы, футбол мәдениеті және де Гауди архитектуралары мен тарихи ғимараттармен ғана танымал емес екенін білесіздер ме? Яғни Барселона қаласында дүниедегі ең ірі мобильді индустрия көрмелерінің бірі, ол Mobile World Congress, яғни қысқаша MWC деп аталатын выставкасы өтеді. Жалпы ол алғашқы рет 1987 жылы өткізіліп, 2006 жылға дейін Франция елінің Кан қаласында өтетін еді. Енді 2009 жылдан бастап Барселона қаласында өтіп жатыр. Және бұл көрме соңғы рет 2021 жылы шағын ғана жасалынып, коронавирус карантинінің кесірінен толыққанды тек осыдан 6 жыл бұрын ғана өткен екен. Сондықтан оған қатыспау үлкен қателік болар еді. Сөйтіп, біз MWC Барселона 2024 көрмесіне қазақ елінен блогер және журналист болып шақырылып, оның қалай өтетінін асыға көргіміз келді. Содан әрине біріншіден бұл көрмедегі басты мобильді индустриясының әрі ойыншысының бірі Honor компаниясының стенд зонасына барып тамашалады. Ол жерде ол өзінің соңғы құралдарын, оның ішінде Honor Magic V2 Porsche Design флагмандық смартфоны және әлбетте жаңа флагмандық камерафон смартфоны Honor Magic 6 Pro глобалды нұсқасымен де танысты. Бұдан бұрын айтқандай, бұл смартфон әлемдегі 180 мегапиксельдік перископты камерамен жабдықталған алғашқы смартфон болып келеді. Сонымен қатар оптикалық стабилизатор, 100x цифрлық зумы, топ техникалық начинкасымен де жабдықталған смартфон және оның толық шолу видеосы жақында менің арнамда көре аласыздар. Сондықтан өткізіп алмаңыздар. Сіздерге кішкентай спойлер, смартфон шынымен де көңіл аударлықтай девайс болып шыққанын айта аламын. Онымен қоса көрме барысында Honor компаниясының ресми өкілдері әр аймақтан келген қонақтарына арнап бөлек кішігірім жиынды өткізген болады. Ол жерде әр жақтың локалды сұрақтарына жауап беріп, оның ішінде мен де мобильді геймингке қатысты бірнеше сұрағыма жауаптарды таба алдым. Honor компаниясына ондай мүмкіндікке әрине алғысымды білдіремін. Әрине бұл халықаралық әлемді көрме болғандықтан бұл жер басқа да қызықтарға толы болғанын анық. Түрлі компаниялар өздерінің инновациялы, индустриалды өнімдерін жариялап, барынша көрсетіп жатты. Жалпы көрме қызықты стендтерге толы болды деп айта аламын. Оны қазір өз көздеріңізбен көре аласыздар.
осылай достар, жалпы Барселона қаласы менің өмірімде және жүрегімде бір кішкентай жылы бір ізін қалдырып кетті. Меніңше Европадағы міндетті түрде көруге сондай лайықты қалаларының бірі деп ойлаймын. Және бұл қалаға әлі талай қайтып келетініме сенемін. Өйткені Барселонаға бір рет барған адам оны ешқашан ұмытпайды. Назарларыңызға көп рахмет. Лайктарыңызды басып 5-20 алмаз ұтысына қатысуға ұмытпаймыз. Келесі видеоларда кездескенше. Calor que me deja fría por dentro con este vicio de vivir mintiendo. Qué bonito sería tu mar si supiera yo.